Саламатсыздарма, калайсыздар? Бүгүнкү биринчи сабак. Осы ноутбуктун экраны менен таанышатын болобуз. Бул рабочий стол деп аталады. Мына жерде эң астында және ноутбуктун өзүндө басатын несінде клавиатурасында бул жерде ушундай жанагы знак көрүнөт. Бул пуск деген. Сол жакта басамыз. Керек программаларымызды тандайбыз мына жерде. Завершить работа болса, мысалы завершить работаны бассаңыз немесе стрелкамен жүргенде мына жерде выход бар, әртүрлі бар. Біз негізгі егер қатып қалып жатқан кезде перезагрузка жасауға болады, немесе завершение работа. Спящий режимде ұзақ қалдырмаған жақсы, мысалы 1 сағатқа болса болады максималды, так одан ұзақ қалдырмаған жақсы. Негізі компьютерде сөндіріп қойған жақсы. Компьютерге пароль қойған жақсы. Әр адам өзінің ноутбугымен жұмыс жасап, өзінің ноутбугымен істеп қасына жүрген жақсы. Енді мен сіздерге мышканы көрсетейін деп едім. Мышканың қазір мен видеосын емес, мен сендерге Google арқылы көрсетемін мышканы. Google браузерді ашамыз. Мына жерде фото мышка деп жазамыз. Фото мышка. Басылмай кетті. Біздің мышка ноутбук. Міне қараймыз. Міне мышканың суреті. Мына суретті ашайын біріншісін. Көбінесе бізде мышка осылай келеді. Мына мышканың оң жағы дейміз, мына мышканың сол жағы дейміз. Мына ортасында қозғалатын, яғни бет істегенде асты үстімізге қараңыз. Ортасына басып, менде бар, мені асты үстіне былайына қозғалғанда астына үстіне қарай жылжиды. Міне, мына оң жағын басқан кезде программалар шығады, яғни қандай программа бересіз, сол шығады. Ал сол жағын басқанда ешқандай программа шықпайды, яғни сол жағын басқанда орындайды, яғни программаны қандай тапсырма берейін деп тұрсыз, соны орындайды. Енді мышкамен таныс болдық дерек. Экран беті, мына бәрін жабамын. Енді экран бетінде кез келген файлды құрып және жойып, оны көшіріп, сол бойынша жұмысты жасайтынымыз. Міне, файлды, яғни мышканың оң жағын басып, мына жерде создат басамыз. Создат баспаймыз, создатты ұстаймыз да, стрелканы ұстаймыз, папка создат етеміз, сол жағын басамыз. Папканың атын сақтаймыз. Caps L деген сол жақта тұрады, клавиатураның, соны басқанда үлкен шрифтпен жазамыз. Компьютер сабақтары. Енді мына документті сақтағанда әртүрлі, мысалы бұл жерге барсаңыз да болады, немесе энтермен барсаңыз да, мысалы энтермен басқанда былай сақталады. Жаңа жаздық, мысалы жаздым да, бұл жерге барсам да сақталынады осылай. Енді мына папка дейміз, бұл папканың атын өзгертуге болады. Өзгерту үшін біріншісі міне екі рет басамыз, мына жер екі рет емес, мына жерден бір рет басамыз, асықпай екі рет басамыз, бір, екі деп асықпай басқанда атын өзгерту болады. Атын өзгерткенде стрелка бойынша әріптерді, қай жер дұрыс емес, әріптерді істеледі. Home and page up, page on деген бар. Яғни астына, үстіне түседі деген сол стрелкамен керек емес сөздерді алып тастаймыз, қай жер жазатынын білеміз. Немесе оң жағын басып, переименовать етіп басып, өзгертуге болады. Back, delete или back
спейсті басасыздар да жазасыздар. Мысалы, сабақтар, ноутбук, компьютерлік сабақтар. Мына жер қ жоқ. Мына ортасына бардым. Сол мышкамен де жүруге болады. Енді шрифт пен алты екеуін бірге қоссақ, қазақшаға ауыстырылды. Сосын қ-ды басамыз. Сабақтар, компьютерлік сабақтар. Енді мына папканың сыртына файл ашайын. Файл құрайын. Создать. Бұлай жүреміз. Ешқандай мышка ұстамаймыз. Мышканы сол жағын ұстамаймыз деген. Документ Microsoft Word'ты жазуға келген кезде сол жағын басамыз. Мына жерде бірінші сабақ дейміз, а? Яна жасап жатсың ба? Иә, Яна алды. күтіп отырмын. Ағаны жақсы үйретсін дейді. Енді бірінші сабақ. Сосын тағы да құрамыз. Создать документ екінші сабақ. Мынаны енді мына файлдарды, екі документті папканың ішін сақтау үшін бірнеше түрі бар. Бірінші мынаны ұстаймыз да ішіне апарамыз. Екінші вырезать етеміз да, мысалы копировать етіп, мысалы вырезать болады, копировать болады, мысалы вырезать етіп, мына ішін салуға. Ішін салғанда мына сыртын басуға да вставить ете салуға, немесе открыть етіп, яғни ашып саламыз. Енді мына жерде свернуть, мына жерде үлкен қылады, кішкентай қылуға. Мына жерде үстің мына жерден бастап мына жерге дейін ұстайсыздар да, мына жерден ұстайсыңыз, мына жерден ба, қай жерде әйтеуір кез келген экранның бетіне қарай жылжытасыздар. Немесе үлкен жылжытып, мына жер стрелка басып, өзіңізге керек форматты жасап аласыздар. X деп жабамыз. Қайтадан ашайық документті. Екі рет бастым, аштым. Үлкен. Енді мына бірінші сабақты ашамыз, а? Бірінші сабақ ашқанда, яғни ашудың бірнеше түрі бар. Бірінші мынаны мышканы басамыз, сол жағын, сосын Enter'ді басамыз. Бірінші ашқанда осылай ашылады да бар. Енді екінші ашқанда көрсетейік. Екінші ашқанда мышка мына жер файлын суреттер, соған екі рет сол жағынан басамыз, тезірек. Осылай ашылады. Үшінші ашқанда, мына сүре жазуға да барса болады, немесе мына алым. Оң жағына басқанда открыть деп шығады. Осылай файлды ашып аламыз. Файлды ашамыз. Егер мысалы керек емес сабақ болса, удаление сызып, мына файлда оң жағынан басамыз, удалить дейміз. Все. Сол қайта мышканың оң жағын басқан отменить удаление да. Енді мына файлды удалить еткенде белгілейміз, мына жерде delete деп английский жазылып тұр. Backspace'тің үстінде английский delete. Delete деп баса қоямыз. Сана удаление кеткен нені оң жағын басып отменить удаление соңғы программада соңғы кеткен. Соны немесе корзинаға кіріп, мына сабақ деген нені өзімізге восстановить немесе вырезать етіп алып, мына жерге ставить етіп алады. Мұнаға жаңа жазған соң папка. Енді бізге керек емес удаление сала қойын. Міне осы бірінші сабақ осы рабочий столмен танысу, папкаларды құру, копировать ету, осылар.